Жастар жылына орай Мақтаарал ауданы Атакент кентінде орналасқан номері 2-ші балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде гандбол, яғни қол добынан ашық біріншілік болып өтті. Толығырақ тілші материалында. 3 күнге созылған бұл жарыста кіл мықтылар жиналғаны көрініп тұрды. 13 пен 14 жас аралығындағы қатысушылардан 11 команда ойын алаңына шықты. Оның ішінде 5 команда кіл қыздардан құралды. Өз ауданының абыройын қорғай келген бұл жас өрендер жақсы ойын нәтижесін көрсетті. 2019 жыл жастар жылы аясында бүгін қол добынан 2006 жылы туылған жасөспірім ұлдар және қыздар арасында Түркістан облысының чемпионаты өз мәресіне жетті. Жарыс өте қызықты болды, әсерлі болды. Жастар өздің шеберліктерін барлық қыр-сырларын жақсы жақтарынан көрсетті. Жалпы жарыс 3 күнге созылып, жарысқа жалпы 11 команда қатысты. Және осы жастар жылы аясында жастар діни экстремизмге және нашақорлыққа қарсы атты ұранмен жастар өз өнерлерін жақсы көрсетіп, жарыс сәтті аяқталды. Ақтық ойында алға суырылып шыққан командалар жүлделі орындарды иемденді. Атап айтар болсақ, қыздар арасында 3-ші орында Арыс ауданы, 2-ші орында Шардар ауданы және 1-ші орында Мақтаарал ауданы номер 2-ші балалар және жасөспірімдер спорт мектебі жеңіп алды. Оларға мақтау қағаздар мен медальдар, онымен қоса кубоктар табысталды. Алла берген Құлша, Азат Нысанбаев, ақпарат Мақтаарал ауданынан.